Алламен жолығатын күні болады. Оған жететін қиындық жоқ. Ал осыр өте ауыр болады. Ол қиындық деп аталады, осыр және де ауырлық. Яғни бұл қандай қиындық? Бұл шешілмейтін қиындық. Мысалы, бұл дүниеде бір қиындықтар болады. Қандай қиын болса да адамды кәдімгідей кәртайтып жіберетін, ауыртып жіберетін де қиындықтар болады. Мұсылманның басына келсе де ол аман емес, бірақ ол шешіледі. Сөйтіп ол оның үлкен сауабын алады ақыретке. Жаңағы өзінің қияметте күтіп тұрған қиындықтарды жеңілдету үшін. Ал енді ол, ғұсыр деп тұрған нәрсеге өте үлкен қиындық. Ең үлкен қиындық, өте үлкен қиындық, өте үлкен ауырлық, бұл шешілмейтін болғандықтан солай аталған. Бұны өзгерту мүмкін болмайды. Өзгеруге мүмкіндік алудың бәрі дүние тіршілігі, жан алқымға шыққанға дейінгі өмірдің бәрі мүмкіндік.